Саламат Мұқашев атындағы Атырау политехникалық жоғары колледжі бірінші курс студенттеріне арналған қазақ әдебиеті пәнінен бейне сабақ. Оқытушы Ғабдуллина Нұргүл Төлешқызы. Сабақтың тақырыбы Мұқағали Мақатаев өмірі мен шығармашылығы, аққулар ұйықтағанда поэмасы. Күтілетін нәтиже шығарманың тақырыбы мен идеясының көркемдік тілін өздігінен ізденуге үйрету. Үйге тапсырма, тест сұрақтары және білім ленд сілтеме берілді. Жаңа тақырып бойынша аудио нұсқасын тыңдап келуге. Ал қазір Learning Apps сайтына кіріп, өткен тақырыпқа бірнеше сұраққа жауап береміз. Авторлардың шығармаларын тап. Жазушылардың суреті берілген. Бұл жерде әр жазушының шығармаларын тақырыбын нақты табуларыңыз қажет. Қорқыт ата, Дерсехан, Ұлы Бұқажан, Абай қыс өлеңі, Ыбырай Алтынсарин әке мен бала, тағы басқа. Келесі тапсырма: берілген сөйлемдерді фразеологизм не мақал мәтелге ажыратып орналастыру. Тәуекел кемесі суға батпайды. Көп түкірсе көл. Ердің құнын екі ауыз сөзбен бітірді. Көктен сұрағаны жерден табылды. Сиырдың сүті тілінде. Көкірегі жаулы өссін. Басқа пәле тілден. Ер кезегі үшке дейін. Сабыр түбі саралтын. Мақал. Келесі жаңа тақырыпқа көшеміз. Мұқағали Мақатаев аққулар ұйықтағанда поэмасы. Поэма туралы қысқаша түсінік. Аса көрнекті ақын Мұқағали Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданы Қарасаз ауылында туып, 1976 жылы Алматы қаласында дүниеден өткен. Ол халық әдебиетінің мол мұрасы аңыздарды арқап өтіп, жаңғыртып жырға айналдырған ақындардың бірі. Мұқағали 1973 жылы жазған Аққулар ұйықтағанда поэмасына халықтың ұғымындағы қастерлі киелі болып саналатын аққу құс туралы аңызды негізінде алған. Поэманың бас кейіпкері баласының жазылуы үшін барлығына дейін тіпті ырым-тыйымнан, дәстүрден де аттауға барып, ана. Ақын кейіпкерін үлкен таңдаудың алдына келіп тірейді. Ақыры қал үстінде жатқан баланы аққумен аластасаң жазылып кетеді деген тәуіптің сөзіне үміт еткен бейшара ана аққуға оқ атады. Қиянат жасау арқылы жақсылыққа қол жеткізуге болмайды деген өмір заңы поэманың шешіміне айналған. Ақын бүкіл бір ұлт қастер тұтқан наным, сенімдер арқылы табиғатты аялау, жан-жануарларға қамқорлық жасау идеясын тағылым етеді. Композициялық жағынан поэма 3 тарауға бөлінген. Оқиға 3-ші жақтан баяндалады. Поэманың алғашқы тарауы ақын Алатаудың басында таста тұнған жаңбырдың тамшысындай болып біткен көлді сипаттайды. Ақын уақытты кері жылжытып, лирикалық шегініс жасау арқылы жетім көл аталған бұл көлдің тарихына шолу жасайды. Шығарманың 2-ші тарауында қал үстіндегі баласын күзеткен ата-ананың жағдайы баяндалады. Әсіресе қолына мылтық алып киелі оқ атқан ана образы нанымды шыққан. Қалыптасқан дәстүр, халықтың киелі тұтқан ұғымдар қашанда қастерлі. Сол тыйымдардан аттаған адам
оңбайды деген ұлттық философия поэманың 3 бөлімінде де арқау болған. Поэма тек баяндауға ғана құрылмаған. Анасы мен әкесі арасындағы, қарт пен келін арасындағы диалогтар арқылы, ананың зар илеген монолог арқылы сюжеті нанымды шыққан. Осы әңгімеге байланысты Білім Ленд сайтында тапсырма берілген, соны орындаймыз. Бірнеше дұрыс жауапты белгілеңіз. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының кейіпкерлерін көрсетіңіз. Келесі тапсырма: қажетті сөзді жазыңыз. Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының композициялық құрылымы жағынан неше тараудан тұрады? 4, 3, 5. Үшінші тапсырма: дұрыс бұрысын белгілеңіз. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының тақырыбы тың игеру жылдарындағы халық өмірі. Дұрыс па, бұрыс па? Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасы 1973 жылы жазылған. Поэма ел аузындағы аңыздарға негізделіп жазылған. Поэмада басты идея бейбітшілік, ел тыныштығы. Сабақ мазмұнына байланысты берілген тест тапсырмаларын орындаймыз. Тест тапсырмалары 10 сұрақтан тұрады. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының қай жылы жазылғанын көрсетіңіз. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының бас кейіпкерін көрсетіңіз. Шығарманың жанрын көрсетіңіз. Поэмасының басты тақырыбын көрсетіңіз. Поэмадағы көлдің атауын көрсетіңіз. Поэмадағы көл қай таудың басына орналасқанын көрсетіңіз. Поэманың композициялық құрылымы неше бөлімнен тұратынын көрсетіңіз. Мұқағали Мақатаевтың ұлттық наным-сенімдер арқылы табиғатты аялау, жан-жануарларға қамқорлық жасау идеясын тағылым еткен поэмасын көрсетіңіз. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында аққулы неге атасын, арың бар ма деп кінәлай сөйлеген кейіпкерді көрсетіңіз. Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасында аққуменен баланы аластаңдар деп ақыл айтқан кейіпкерді көрсетіңіздер. Сабақты бекіту мақсатында Quizlet сайтына сұрақ қойылады. Мұқағалидың азан шақырылып қойған аты. Келесі: Мұқағали алғаш талантын бағалаған ақын. Ақын қайтыс болған жері, Мұқағали әжесінің есімі, Мұқағалидың 2 ірі поэмасы, қай жылы ақынның 80 жылдығы аталып өтілді, Мұқағалидың әкесі қайда қаза тапты, тағы басқалар. Тапсырма: поэманың көркемдік ерекшелігіне талдау жасау. Теңеу, эпитет, тұрақты тіркес, кейіптеу, метафора және сәйкестендіру сюжеті оқиғалары. Оқиғаның басталуы, байланысы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Үйге тапсырма: Платон желісіне жіберілген Білім Ленд сілтемесі арқылы поэманы толық нұсқасын тағы бір тыңдап, поэмадан өзіңе ұнаған шумағын жаттау. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.